Көзіңе қарамаймысың? Көзіме не бар? Кешіріңіз, байқамай қалдым. Осы қазіргі жастарды түсінбей, асығып аптығып қайда бара жатады? Әдепті елдің баласы алыстан сәлем береді деуші еді. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Әй балам. Тағы не болды ақсақал, айтыңызшы, не болды сізге? Тоқтай тұр, бері кел. Қабағың қатулы ашулы сияқтысың ғой. Сізге бірдеңе айтқанда мәселе шешіле қояр деймісіз? Сізде бір? Шешілет. Баяғыда анау апанда саған тимеймін деген жоқ па? Қазір тимегені қайсы? Оншақты ұлымыз, моншақты қызымыз бар. Немере шөбере сүйдік, Аллаға тәубе. Ал қазір апаңнан барып сұрашы, менсіз бір күнде өмір сүре алмайды. Сол кезде атаңа мал тапқанда, енді қазір таппайды дейсің ба? Ақсақал, мен сіздің мұна әзіл қалжыңыз тыңдап отыратын уақытым жоқ. Кешіріңіз. Ойбай менің. Рахмет балам. Ойбай, рахмет. Жақсы. Балам, бұл дүниеде шешілмейтін мәселе жоқ. Ішіңдегіні айтып ақтарып таста, сол кезде жеңілдеп қаларсың. Қане, айт енді. Ақсақал, менің мұна бір Досхан деген досым бар еді. Соның кесірінен қарызға белшігіне баттым. Міне 6 ай болды. Ішімнің оңалық түрі жоқ. Кезінде сол достарымның артында жүгіріп жүретін еді. Енді міне басыма қиын сәт түсіп еді, бәрі қасымнан қашып кетті. Айтыңызшы ақсақал, енді осының бәрі әділдікке жата ма? Балам, ашуға бой алдырсаң бір нәрсеге ұрынасың. Ашу дұшпан, ақыл дос деген. Ақылыңа ақыл қос демей ме? Келісіп пішкен тон келте болмас. Кел, екеуміз бір мәселесін шығарамыз. Кел. Ақсақал, кешіріңізші, мен шаруаларым бар еді, асыға сезім. Жоқ, балам. Аздап құлақ сал. Кел, мен саған бір сөз айтайын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде: "Ей, адам баласы, ашулансаңдар отырыңдар. Егер оған ашуларың басылмаса, онда жатыңдар. Егер оған да ашуларың басылмаса, онда дәрет алып 2 рәкат намаз оқыңдар" деген. Тағы бір хадисінде: "Күрескен кезде жеңген адам мықты емес. Ашуланған кезде өз ашуын ұстай білген адам мықты" деген екен. Кішкене сабыр ет балам. Сабыр етсең ғана жаның тыныштық табады. Ақсақал, қайдағы сабырды айтып отырсыз, а? Қайдағы жан тыныштығы? Кезінде сол достарымның қой томалағында менен артық жүгірген кім бар? Енді міне басыма қиын сәт түскенде
ешқайсы да қасыма жуғысы келмейді. Олар адам емес. Олар адам емес. Бәрі бұзылған шетінен. Жоқ балам. Жоқ. Бұзылған деген адамның өзі бұзылған. Иә. Ана дүниеде таразына ауыр тартатын амалдар көркем мінез бен тақуалық екен. Міне балам. Бұл дүниеде сабырлы, қажырлы адам ғана өз мақсат мұратына жете алады. Мен саған бір сөзден мысал келтірейін. Егер бір кемеде 9 жаман адам, бір жақсы адам келе жататын болса, сол кемені 9 жаман адамға бола, бір жақсы адамды ескермей суға батырып жіберсе, әділдік болады деп ойлайсың ба балам? Жоқ, енді бұл әділдік емес қой. Ал егер керісінше 9 жақсы адам, бір ғана жаман адам болса, сол 9 адамды ескермей, ана жаман адамға бола, кемені суға батырып жіберсе, сол әділдік болады деп ойлайсың ба? Әрине ақсақал, бұл әділдік емес. Көрдің бе балам? Әрбір адамның бойында 9 жаман мінез болғанмен бір жақсы қасиет болады. Керісінше 9 жақсы мінез болғанмен бір жаман қасиет болады. Соған бола, «Өй, ол бұзылған!» деп айтуға болмайды балам. Өзгелерді түзеткісі келген адамның әуелі өзі түзелуі қажет. Бәрекелді балам, бәрекелді. Бұл дүниеде шешілмеген бірақ мәселе бар. Сол мәселе шешілетін болса, онда жағдай түзелер еді. Бүткіл жағдай түзелер еді. Бір мәселе дейсіз бе ақсақал? Ол қандай мәселе екен, е? Ол иман мәселесі. Иман. Иман нұр. Иман қуат. Иманының қуатына қарай адамдар кез келген сынаққа төтеп бере алады екен. Абай атамыз, мүмін болсаң иманды бол, иман жолды өз ашады демей ме адамға? Балам, бұл дүниеде әрбір мұсылманға намаз оқу парыз етілген. Намаз оқу. Сен өзі намаз оқи білемісің? Намаздың уақытысы да болып қалыпты. Жүр, мен саған иман жолын көрсетейін. Рас айтасыз ба ақсақал? Рас айтам. Онда білікті ұстаздар да бар. Рахмет сізге. Жүр.